And you're from Turkey, Yeah, yes, you're correct. is it? Switches English. Сәлем тағдам. Кеше біз мына 6 күндік жоспар туралы сөйлестік. Бірінші күні listening, екінші күні оқылым дедік. Оқылым өзіңізге кез келген материал, кітап болсын, кішігірім текст болсын, жалпы өзіңізге қызық, өзіңізге ұнайтын материалды алып оқу және ондағы жаңа сөздермен жұмыс жасау. Міндетті емес, барлық жаңа сөздің бәрін сөздіктен іздеу. Ондай кезде шаршап кетесіз. Кейбір сөздер өзімен өзі контекстке байланысты түсінікті болып тұрады, не сөз екендігі. Ал қайталана беретін бір өзіңізге ұнап тұрған бір сөздер, соларды аударып, егер мысалы сол сөз шешуші бір сөз болатын болса, мүлде мағынасы түсініксіз болып жатса сюжеттің, онда сол сөзді қарап алып, жазып алып, өзін сөздің және оның контекстегі, тіркестегі, фразадағы немесе сөйлемдегі мысалмен бірге жазып алу. Немесе тіпті жақсы болады, егер сол сөзге өзіңіз сөйлем құрастырып жазсаңыз. Егер де өзіңіз сөйлем құрастыру қиын болса, онда Cambridge Dictionary әртүрлі онлайн сөздіктер бар. Сол сөздіктерге соны енгізіп, сонда өздері мысал сөйлемдер беріледі. Сонда сіз біле аласыз, ол сөз басқа тағы да қандай контекстте қолданылатынын. Одан кейін біз кеше айттық, үшінші күні vocabulary, жаңа сөздермен жұмыс жасау, ол listening тыңдау барысында және оқу барысында жинақталған сөздердің бәрін қайталау, жаттау, соларға сөйлем құрастыру, жалпы сөздермен жұмыс жасау. Одан кейін грамматика, белгілі бір нақты тақырып алып, өзіңіздің деңгейіңізге байланысты. Егер енді бастап жатқан болсаңыз, онда әрине бастапқы деңгейде қарастырылатын грамматика, егер де жоғарғы деңгейде болатын болсаңыз, онда әлі де таныс емес, әлі де түсініксіз, немесе әлі қарастырылмаған грамматикалық тақырыпты жоғары деңгейлі күрделі грамматиканы алып, соны жан-жақты зерттеу, жан-жақты қарастыру, оны сөйлеуге қолдану. Бүгін қазір спикингқа байланысты біз практика жасаймыз, және осы грамматиканы қалай сөйлеуде қолдануды қарастырамыз. Және жаңа сөздерді қалайша сөйлеуде қолдану керек, соның бәрін қарастырамыз. Яғни жаттаған сөздер, сіздің үйреніп алған грамматика жай қалмау керек, оның бәрі қолдану керек. Егер тілге оны қолданбасақ, сөйлемесек, онда не үшін тіл үйреніп жатырмыз? Тіл ол сөйлеу құралы ретінде. Ары қарай жазу дедік 5-ші күні. Жазу әртүрлі форматта дедік. Яғни жазатын заттың өзі көлемі де деңгейге байланысты, өзіңізге байланысты, өзіңіздің көңіл күйіңізге байланысты, тақырыпқа байланысты. Егер де бастапқы деңгей болсаңыз, 5-6 сөйлемнің өзі бір күнде жазатын болсаңыз, оның өзі үлкен нәтиже. Азақ жазып жүрмін, жаза алмай жатырмын деп өзіңізді оңай ұрыспаңыз. Кішкене жаздыңыз ба, оның өзіне де өзіңізге рахмет айтыңыз, алғыс айтыңыз, сондай. Өйткені оның өзі прогресс. Және егер жоғары деңгей болатын болсаңыз, IELTS-қа дайындалып жүретін болсаңыз, әрине онда көбірек жазуға, райтингқа бөлек уақыт бөліп, сөздік қорды қосып, максималды түрде, егер IELTS-қа дайындалатын болсаңыз, онда сол форматқа сәйкес келе алатындай. Ал IELTS-та 250 сөзден кем болмау керек, және оның өзінің құрылымы бар, негізі сол құрылымына сәйкестендіріп. Одан кейін сөйлеу. Міне бүгін біз қазір енді сөйлеуді қалайша практика жасау керек, сол туралы сөйлесеміз. Қараңыздар, енді қазір сөйлеу бойынша сөйлеуді әртүрлі тәсілдермен практика жасауға болады. Және оның ең біріншісі өз-өзіңізбен сөйлеу. Өз-өзіңізбен сөйлеудің өзі спикингқа жатады. Үйренген, меңгерген сөздерді және грамматикалық тақырыптарды бірден қолданысқа енгізу. Ол тақырып, жалпы тақырып таба алмайтын болсаңыз, айналадағы заттарды сипаттап айту, ол күніңіздің жоспарын айту. Бүгін мен осыны істемекшімін, мынандай істемекшімін. Оның барлығы future simple қолданылады, егер бүгін істейтін жоспарларыңыз туралы айтатын болсаңыз. Күн аяғында өзіңіздің немен айналысқаныңызды айту. Ол бір жағынан ағылшын тілін дамыту ғана емес, өзіңіздің күніңізді жоспарлауға көмектеседі, уақытыңызды жоспарлауға, және әр күні не айналысқаныңызды өзіңіз ойлап қарасаңыз, өзіңізге есеп берсеңіз, оның өзі тек тіл жағынан емес, адами жағынан да сенімділік беруге жақсы көмектеседі. Сондықтан ол екі жақты плюс практика. Енді ал адаммен сөйлесу жағынан ше, жалпы егер де өзіңізде speaking buddy болса, яғни сөйлесетін дос, қосымшалар бар қазіргі кезде, көптеген платформалар, соның бірін қазір қолданамыз. Қазір осы отырған араларыңыздағы біреулеріңіз тіпті сөйлесесіздер, жүре ме? Бірінші мен бірақ көрсетемін, мен өзім бастап беремін, сосын араларыңызда біреу сөйлесіздер. Енді былай жасайық, сол практиканы қалай орындаймыз? Деңгейге байланысты. Егер 0-ден бастап жатқан болсаңыздар, мен қазір
біліп тұрған жоқпын иә қазір кім қандай деңгейде. Сол үшін біз басынан бастап қарайық. 0-ден бастайтын жалғастырушы және жоғарғы деңгейде IELTS-қа дайындалушылар үшін қалайша спикинг практика жасау қажет. Спикингті сондай нәтижелі шығу үшін сіз алдын ала өзіңіз қолданғыңыз келетін заттарды, яғни сөздерді және грамматиканы алдын ала өзіңізге белгілеп алсаңыз болады. Қазір солай істейміз. Сонымен 0-ден бастайтындар үшін ең бірінші адаммен танысу бойынша сөздерді қалыптастыру. Қазір біз free for talk, онда мен қазір ашып қойдым. Давайте сразу ашайын да. Бірақ қазір бірден сөйлеспейміз. Бұны браузерден кіре бересіздер. Приложение басып міндетті емес, ол телефон жадысын алмайды. Тағы да мына көрсетейін. freefortalk.com тегін free for talk деп басасыздар. Телефоннан да болады, бірақ мен телефоннан қолданып көрген жоқпын, тек қазір компьютерден қолданып жүрмін. Негізі бұндай приложениялар өте көп, платформалар өте көп, бірақ бүгін мынаны қосып көрсетіп жатырмын, өйткені көптеген приложениялар телефоннан көрсетіледі. Телефоннан қазір ыңғайсыз да, дауыс нелер сапа жағынан. Компьютерден былай маған демонстрация жасау ыңғайлы болғандықтан міне осыны таңдадым, және бұл платформаның өзінің бір ерекшеліктері бар. Қарайық, мұнда қазір тек ағылшын тілі ғана емес, бұнда неше түрлі тілдер қараңыздар. Индонезия тілі, зулу деген тіл бар екен, мен оны білген жоқпын. Идиш дейді, Индонезия, зулу. Ағылшын, ең көбі ағылшын. English. Және жанында әртүрлі деңгейлер көрсетілген. Мұнда any level. Ол дегеніміз кез келген деңгейде қосылып болады. Мұнда advanced, жоғары деңгей. Beginner, міне. Сонда деңгей бойынша мұнда адамдар қазір сөйлесіп отыр бір-бірлерімен. Мұнда 2 адам сөйлесіп отыр, міне көріп тұрмыз. Мұнда 3 адам сөйлесіп отыр. Және ол адамдардың саны топты бастаушы адам өзі белгілей алады. Қанша максимум адам кіре алады бұл топқа. Мұнда қазір 3 адам отыр екен, және this group is full. Демек бұл топ толық, қазір біз оған қоса алмаймыз. Мына жаққа 3-ші адам болып қосылуға болады. Егер 2 адаммен ғана сөйлесейік десеңіз, міне мына жерде join and talk now. Қазір кіріп қосылып сөйлесуге болады. IELTS speaking дейді, көрдіңіздер ме? IELTS-қа дайындалып жатыр. Платформамен таныстық. Мұнда тіркелу қиын емес, негізі басқаннан кейін Google аккаунт арқылы тіркелу керек. Менде бір ғана кнопкамен ақ қосыла салынады. Google аккаунт басасыз, все, осылай ашылады. Басқа ешқандай не жоқ, ешқандай қиындық туындамау қажет. Оңай кіріледі, оңай жұмыс істеледі ішінде. Енді қазір былай істейміз. Сіздің деңгейіңіз 0-ден бастайтындарыңыз болса араларыңызда, ең бірінші былай сұрақтарыңызды дайындап алыңыздар. Егер қиын болса, мен қазір міне ақтақты аштым. Сөйлесетін адамның біз сұрағымыз келеді, ол қай жерден екендігін. Ол базалық сұрақтар. Бірақ базалық сұрақтардың өздерінде практика жасау керек, егер бастапқы деңгейде болсаңыз. Where are you from? Өзіңізге мысал жазып алыңыз, егер сұрақ қиын болса, әлі де жаттықпаған болсаңыз, осы сөзге қайталап where are you from? Егер де кейбір сөздердің дыбысталуына күмәндансаңыз, онда Google-дан қарап алуға болады. Google-дан емес, кез келген онлайн сөздіктерден қарап алуға болады. Ол үшін қазір мысалы мен бір сөз жазайын. Pronunciation, entrepreneur дедім. Мысалы, мына сөздің дыбысталуын естіңізге жағына басасыз. Кейде Google-ның өзі мұнда көрсетіп береді. Қазір сіздерге естілетіндей қылып жасайын. Entrepreneur. Бұл британдық және американдық. Entrepreneur. Және оны асықпай таңдауға болады. Entrepreneur. Егер мұнда шықпайтын болса, онда Cambridge Dictionary толғатыр еді, неше түрлі сөздіктер, мұнда содан қарап көріп алуға да болады дыбысталуын, американдық, британдық. Жақсы, енді ары қарай сөздің дыбысталуын тексеріп алдыңыз делік, сұрақты құрастырып алдыңыз делік. Мен пока 0-ші деңгейлерге көрсетіп жатырмын, A1 деңгейлері, A2 деңгейлері, қазір жоғары деңгейлермен де қарастырамыз қалай екен. Базалық сұрақтар, where are you from? Тағы кездескен адамнан не сұрайық? What is your name? Тағы несін сұрайық, чатқа жаза беріңіздер, қандай сұрайсақ болады. What do you do? What do you do деген қалай аударылады? Жасын сұрасақ болады. Так, онда жасын қалай сұраймыз ағылшынша, және what do you do деген нені білдіреді, соны жазып жіберіңіздер. How old are you? Немен айналысасың деген сөз. What's your job? What do you do? Көбіне, енді бұндағы
бұл платформадағы адамдар, олар да ағылшын тілін үйреніп жатқан адамдар. Сол үшін what do you do деп сұраған кезде олар байқамай шатасып, I'm here on this platform, I'm practicing my English деп айтады. Мен дәл қазір не істеп жатқанын. Шын мәнінде what do you do деген дәл қазір немен айналысып жатырсың деген сөз емес, ол жалпылама. Немен айналысасың, жұмысың қандай, оқисың ба әлде жұмыс істейсің ба дегенді білдіреді. Ал дәл қазір немен айналысып жатырсың деген сұрақ қалай болады? What are you doing now? What are you doing? Ол қазір не істеп жатырсың? Так, how old are you? Және what? Егер бірнеше хобби тұрайтын болсақ, онда what are your hobbies or what do you like to do in your free time? What is your hobby десек те болады әрине. Окей, көпше жаза берейік. What are your hobbies? Жақсы. Міне, әзірге 5 сұрақ. Осы 5 сұрақтың өзін қолданып, қазір адаммен сөйлесіп көрсек болады. Бұнда адамдар енді әртүрлі мемлекеттерден және неше түрлі мәдениетті тануға болады, неше түрлі олар өз елдері туралы айтқан кезде ұлттық тағамы болсын, табиғаты, өздерінде кездесетін жануарлары болсын, естіген сондай жаңа нәрсе білген өте қызық. Фобия. Фобия туралы сұрауға да болады. Енді бұл бастапқы деңгей үшін. Қазір біз бір адаммен кейінірек сөйлесеміз, және осы сұрақтарда дәл осы 5 сұрақты қоятын боламыз. Ал қазір енді былай қарайық. Қазір сіздің деңгейіңіз Why are you learning English дедіңіз, өте жақсы сұрақ. Давайте соны қосып қояйық. Why are you learning English? Жақсы, осы сұрақты да қоямыз. Енді деңгейіңіз бастапқы емес, қалыптасқан орташа деңгей болса, онда белгілі бір грамматикалық тақырыпты меңгердіңіз делік. Бір шақ, мысалы, present perfect continuous. Present perfect continuous формасы қалай? Бұрын басылып әлі жалғасып жатқан. Формуласы have been ing дұрыс айтасыз. Have been сосын етістікке ing қосамыз. Мысалы, осы тақырыпты меңгеріп жатырсыз және жаңада меңгердік делік, немесе оны практикаға енгізгіңіз келеді. Сіз өзіңізге қағазға жазып аласыз. Қазір мен сөйлеген кезде осы шақты қолданып бір сөйлем айтуым керек. Грамматика бойынша. Енді сөздер бойынша. Қазір басик. Мен мынандай кітап ашып қойдым. Бұл English vocabulary in use. Бұл elementary деңгейіне байланысты. Және English vocabulary in use pre-intermediate және intermediate деңгейлеріне арналған. 2 кітапшаны ашып қойдым. Мысалы, elementary деңгейін қарастырып көрейік. Онда әртүрлі тақырыпшалар. Мысалы, kitchen'да алатын болсақ, соған байланысты сөздер. Бірақ бұл бастапқы деңгейде elementary. Егер elementary деңгейде болсаңыз, онда бұл кітап көп нәрсе деген үйренуге болады. Онда бірінші бетінде сөздер, жаңа сөздер, ал екінші бетінде тапсырмалар, соған байланысты жаттығулар. Қазір бірақ elementary деңгейінен емес, давайте на pre-intermediate және intermediate деңгейінен бір тақырып таңдайық, және сол тақырыптағы сөздерді жаңадан меңгердік делік. Сол сөздерді сіз практикаға енгіңіз келеді делік. Қандай тақырып ішінен таңдасақ екен? Сіздер бір нұсқа ұсынсаңыздар болады, және сол тақырыптағы сөздерді қазір қараймыз. Сосын ішіне бір 5-6 сөз таңдап алайық. Сосын ары қарай сол сөздерді біз неде қолданатын боламыз. Так, city life. Да, давайте city life. Өте жақсы тақырып. City life деген қайда тұр? Міне 26. Окей. Мысалы, сіз city life кітапты хорошо жіберейін. City life деген тақырыпты сіз меңгеріп жатырсыз делік. Кітаптан да listening аудио тыңдап жаңа сөз болуы мүмкін, бірақ егер арнайы бір тақырып бойынша сөздерді меңгергіңіз келсе, онда осындай тақырыпты ашып, IELTS-қа да осындай негізі керек. IELTS-та тақырып бойынша, кстати, IELTS-ның сұрақтарын көрсеш, міне мысалы IELTS-та 3 бөлімнен тұрады ғой. Соның әрбір бөлімінде белгілі бір тақырыпқа байланысты, мысалы clothes дейді. Clothes болса, онда киімдерге қатысты сөздер меңгеру қажет болады. Неше түрлі енді ойыншық мында. Соны сипаттауға байланысты сын есім, сөйлер зат есім әртүрлі сөздерді меңгеру қажет.
city life өте аясында көп кездеседі, және жалпылама қай деңгей болмасын керек нәрсе, өйткені өте жиі кездесетін тақырып. Так, мына жақта қара енді қандай сөздерді біз қолдансақ болады. In a hurry, I get stuck in a traffic jams. Так, мысалы мынаны жаңадан үйрендіңіз делік. Traffic jam деген не? Кептеліс, пробка. Ал get stuck деген тұрып қалу, яғни пробкада тұрып қалу, кептелісте тұрып қалу. Және қараңыздар, біз жекелей сөзбен жаттап атқан жоқпыз, жай ғана traffic емес, жай stuck емес, бірге. I get stuck in traffic jams. Бөлек жаттағаннан осылай бірге жаттаған фразада өте тиімдірек. Және еске жақсырақ сақталады. I get stuck in traffic jams ды қолданайық. Where to park. One of the advantages of living in the city. Advantages. Артықшылық, қалада тұрудың артықшылығы. Осыны сөз жасақ болады. Мысалы, одан сұраймыз, сен қай қалада боласың, сен қалада тұрудың артықшылығы не деген сияқты, немесе көреміз қазір қалай әңгіме бұрылысы болады, соған байланысты. Бірақ осыны қолдануымыз керек деп өзімізге бір арнайы мақсатпен кіреміз, онда жайдан жай кірмейміз да, осы сөздерді пайдалану үшін, және жаңағы грамматиканы біз present perfect continuous таңдап алдық, соны пайдалану мақсатында. Pollution қолдансақ болады. Crowded және pollution қалай аударылады, кім біледі? Crowded және pollution сөздердің аудармасын кім біледі, жатқа жаза беріңіздер. Crowded деген толпа, адам тым көп. Pollution загрязнение, ластану. Өте жақсы. Керемет. Так, қазір енді осы сөздерді сөйлеу барысында қарап белгілеп отырамын сөйлеген сайын. Бірінші қазір мен ода сөйлеп көрейік, бір адаммен сөйлеп көрсетейін, сосын барып араларыңызға біреулерін сөйлейсіздер. Бір счастливчик. Қазір қалайша екен. Міне, көрейік. IELTS teacher. Ой, қайда кетіп қалды? Міне. Так, сіздер тыңдап жатырсыздар. Бірінші сөйлесіп көрейік, сосын барып сіздерге естілетін не қылайын. Мен ойлаймын, сіздерге естіледі деп. This room is full. Біреу кіріп алып бізге дейін. Қалай? Жарайды. Қайсы тағы көрейікші? Ой. Так, жоғар жақта мұнда микрофон өшіп тұрады, сол микрофон қосу керек. Hello. Және мұнда. Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? I'm good too. Thank you. Where are you from? I'm from Pakistan. And you? Oh, cool. I've got many friends from Pakistan. I'm from Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. So, is it your first day on this side? It's actually the third, I guess, day. Yeah, it's the third day. I'm new here. I think you are also new here. No, I'm not new here. I joined it before one year ago. All right. Okay. So, what do you do for a living? Well, I teach English, actually. Yeah. And That's what about great. you? I work in a hospital. I studied computer science, so I work on computer. So you are not a doctor, but you do Mm, like engineering things? I'm not gonna say engineer because I work like it's kind of data interpreter. We collect data of a whole hospital and enter Excel sheet. It's an software where we enter data. Well, it's also a very responsible job. Oh, So do you teach online or offline? well, I used to teach offline, but since COVID happened, since that time, I've been teaching online. So now do you teach online or offline? Online. Online. Mm-hmm. Okay. So where did you start first? Like in your country or in any other country? In my country, I teach in Kazakh, in my native language. Well, actually, I taught in different languages. We here speak in two different languages, Russian and Kazakh. So these two
I can say that almost every person can understand and speak fluently in both of these languages. But now I mostly focus on Kazakh speakers. Mm, Yeah. Okay, I've got two questions. So first one is, what's the connection between like Russian and Kazakh language? Because I think Russia is another country, so Mhm. why do you have this language? All right. Well, actually, our country, Kazakhstan, was former USSR, that's Soviet Union, and we got our independence in 1991. And Mhm, we were under Soviet Union 70 years. It's not a short mhm, time. But yeah, Russian and Kazakh languages are two different languages, and they belong to two different language families. Russian is Slavic, and Kazakh belongs to Turkic. Well, you know what? What city do you live in? Lahore. Lahore. Oh, I think Yeah, I've heard this name before. Lahore. yeah, Is it's it? very famous city, but Mm, I think the capital city is Islamabad, next to Islamabad. mm. Yeah, well, I guess the Lahore city is very historical city. Mm, yeah, it is. Yeah, because if you know about the history of Mughals, so mostly they have built different mosque and other palace. Well, what are the advantages and disadvantages of living in Lahore? Advantages, I think there are a lot of disadvantages to live in my country because the inflation is rising nowadays, and Mm, the prices are skyrocketing. So I don't think so. It's possible to live there because every person is moving to other country. They are immigrating. mm, They want some immigration of other country like Canada and UK. mhm. So if you go to every part of Pakistan, so the prices are so high and we can't survive in this country now. Mm, I see. And I think you have heard about this, the bad news about my country every day. What, Pakistan? Yeah, No. Well, okay. yeah, I'm not really interested in politics actually. Yeah. But I've got many friends from Pakistan, but we met when I was studying in Germany. That was like many years ago. And I remember that they stayed there and their relatives also moved from Pakistan to Germany because of the situations. Well, if we talk about climate and in environment general, what about pollutions? I mean, is it clear? Is it polluted city or? Yeah, it is polluted city because I don't think so. If we live in village, we've got too much pollution. But if we live in the city, so here there uh, nowadays climate is changing, and I also suffer from cough, like because my throat isn't getting Mhm. like that's not good. I live in the city of Astana, which is located in the northern part of Kazakhstan. And well, if we compare the temperature in March, let's say, then it used to be -10, -15 this time of year. But today it is +1, -2, and it's much, much warmer than it used to be. And you can really experience that. You can feel that climate is changing and global warming is really happening. Yeah, exactly. I also noticed that because here the summer season is used to begin in April, June, but it does start now in March. Mm, Uh, it's like I think winter season is becoming more shorter than summer nowadays. I mhm. think just because of the global warming, Oh yeah, it is horrible at one side. terrifying. Okay, Yeah. so what the question I want to ask? I mean, I remember. Okay, so the
like okay, in my country mostly we suffer from like education. If I talk about education system, so our education system is not too much good, like related to English language. Even our tutors of English do not know how to speak in English. So how about your country, your education system? Oh, it depends. In big cities Okay. such as Astana, Almaty, there are very qualified teachers, professional. Так, қазір енді бір тақырыпшаны таңдап бір адамдармен кім сөйлескісі келеді? Давайте. Желающий бар ма? Или методом тыка? Қол көтеріңіздер кән. Так. Бақталетте лайк тұрған. Бақталет. Все, күшті. Бақталет. Так, мен попросить включить. Дауысың қосыла ма екен? Қосылды иә микрофон? Бақталет? Да. Я сәлеметсіз біледі екенсіз. Сен Я Махамбет, иә? Махамбет бе? Фамилия? Вау! Ух ты! Бақталет менің студентім. Мен агротехникалық университетте жұмыс істегем. 2017-2018 жылдар жұмыс істедім. Сонда Бақталет 3-ші курс оқыдым, иә? 3-ші курс мен Бақталетке сабақ бергем. Вау, өте қуаныштымын дауысын естігеніме. Менде Бақталеттер көп. Мен ойлаған жоқпын сен Бақталет деп. ойладым осылай сәлемдесейін деп, бірақ бөлмейін дедім кеше бүгін. Рахмет. Күшті. Маған сюрприз болды. Осылай приятно. Вау. Керемет. Сен оқу бітірдің ғой, да? Қазір магистратура. Мен магистратураны да бітірдім. Ух ты, қалай уақыт тез өтіп кеткен, уже магистратура бітірдің. Молодец. Енді аспирантураға түсетін ойлар. Осы жыл. Магистратураны қашан бітірді? Алдыңғы жыл әлде? Иә, 2022-де. Қазір жұмыс істеп жатсың ба? Кешіріңіздер. Біз қазір... Ладно. Дәл қазір жоқ. Окей, хорошо. Так, сөйлесеміз одан. Так, сонымен онда қазір бір адам таңдаймыз. Сен не сұрайсың? Сен одан сұра. Ол қайдан болатын сұра. Ол немен айналысатын сұрайық. Сосын тағы не сұрайық. Can you hear me? How are you? Yes. How are you? I'm good. What about? What about me? I'm good too. Thank you. Yeah, what are you doing Where are you now? from? Pardon? I finished my lessons after I come here. Sorry, I don't understand you. Can you repeat? I finished my lessons, then I come to here. You understand? Okay. That's good. You said that me what are you doing? I am doing to that. You did your lesson, and after you Yes, in I this, came to here. Did you understand? okay. Yes, I understand. Okay. Yes. Where are you from, bro? I'm from Kazakhstan. Kazakhstan. And you? Let's guess. My country. What is your country? Yes, you guess where I am from. Yes. I think you're Turkish, and you're from Turkey. Yes, you're correct. Is it? How That's did you know good. that? Do you know how can I guess your nationality or your country? Because you have a Turkish accent. Turkish accent. I don't is know how, but clear. Yeah. I think. You are living. It was really nice to talk. Okay. Nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you. Have a good day. Have a good day too. Bye. Bye. Вау, молодец. Керемет. Күшті.
сен Түркиядан екенін бірден анықтай алдың акцент арқылы, иә? Молодец. Ох, қандай күшті. Молодец. О, міне комментарийда саған лайки. Так, осылай. Жаңағы сөйлесіп отырған кісі, мысалы, грамматикалық жағынан болсын, кейбір сөздер жағынан қателіктер жіберіп жатуы мүмкін. Бірақ мейлі, қандай болмасын, оның өзі практика. Сіздерде де қате жасап қоям деп былай ұялмаңыздар. Бастысы, негізі осындай сөйлесу барысында бір-біріңді түсіну және өзің не айтқың келгеніңді жеткізе алу адамға. Сонда барьер бұзылады. Түсінбесеңіз, міне Бақтәулет қайталап сұрады, кейбір жерде мен де ол кісіні түсінбей қалдым. Акцент жағынан, кейбір сөздер жағынан, кейде анық емес сөйлеген кезде қайтадан сұрауға ұялмаңыздар. Сондықтан мына платформаның сілтемесін тағы чатқа да жіберіп қоям. Басқа да приложениялар бар, қосымшалар, тегін қосымшалар бар, және платный қосымшалар бар. Мына тегіндерді мен де пайдаланып жақсы сөйлесе беруге болады. Жалпы отыратын шығармын деп айта алмай, жоқ, бәрібір айтатын зат шығады. Сөйлескен кезде бірінші сөйлескен кезде қарапайым тақырыптар сөйлесеміз. Ары қарай біртіндеп сөздер сөйлене береді, және сол айтылған сөздер қайта қайталанады. Мысалы, сіз бір адамнан сұрайсыз, қайдан боласың, қандай жалпылама базалық тақырыптар танысу бойынша. Екінші адаммен солай сөйлесесіз, үшінші адаммен солай. Сол бір аталатын танысу бойынша сөздер қайталана келе еске жақсы сақталып қалады, сосын автоматтандырылады. Келесі үшінші, төртінші, бесінші адам сөйлескен кезде сізге оңай айтылады, өйткені сол сөз бірнеше рет айтылған. Курста бізде апта сайын 3 сабақ орындау қажет. Әр сабақтың ішінде listening, reading, writing, speaking, grammar, vocabulary, pronunciation бойынша ережелер және тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды ережелер грамматикалық түрде мен видео түсіргем. Ол видео YouTube'да жоқ. YouTube'да менде түсінікті бәрі жасалған, ал ана жақта одан бетер көбірек мысалдармен, көбірек түсініктемелермен, қазақша түсіндірілген және ағылшынша көбірек мысалдармен. Соны қарап алғаннан кейін және дәптер арнап, бәрін дәптерге жазып, солай менде студенттерім курсқа қатысып жатқан дәптерлерін видеоға түсіріп жібереді. Мынандай үлкен дәптерді бір курстың жарысын өткенде бір дәптер бітіріп тастайды 90 беттік. Сонша шынымен көп нәрсе алады. Сөздер жағынан болсын, грамматика жағынан болсын. Сосын оларды бәрін қарастырып алғаннан кейін біз аптаның аяғында сол үйренген грамматиканы және үйренген жаңа сөздерді бекіту үшін сөйлесеміз. Мысалы, өткен тақырып past simple болатын болса, ал тақырыптар travelingға қатысты сөздер болатын болса, онда біз осындай зумда кездесеміз де бірінші сөздерді тексеріп аламыз. Quizlet деген приложение бар, сонда сосын ары қарай сол бойынша тақырыптар сөйлесеміз. Сонда апта бойға үйренген сөздерді және грамматикалық құрылымдарды біз сөйтіп сабақта сөйлесеміз. Және сөйлесу тек демалыс күндері ғана емес. Приложенияның платформаның ішінде де сөйлеуге байланысты тапсырмалар көп. Сіз дыбыстық жазбамен жазып жібересіз, және мен сол дыбыстық жазбаны тыңдап тексерем. Егер де дыбысталу бойынша қателіктер болса, егер де сөздер таңдау жағынан, грамматикалық жағынан түзетулерім болса, мен айтып нетіп отырамын. Және кеше көрсеткен баға, қазір мен тарифтарды көрсетіп жіберейін. Міне, жалпы мынандай баға қайтадан болады тренингтардан кейін. Мынандай бағаға болады, бірақ тренингтарға қатысып жатқан үшін мен қазір жеңілдік жасап жатырмын, және ол жеңілдіктер мындай. Гол тарифі ең тиімдірек тариф десем болады. Неге? Өйткені мұнда кері байланыс бар. Онда жеке консультация алуға, жеке консультация деген сіз мысалы платформадан максималды көп білім алуға болады. Соның ішінде кейбір түсініксіз сұрақтар болатын болса, айтасыз, маған жазып жібересіз, мен осындай нәрсені тақырып түсінбей жатырмын, осындайды көп толықтырып түсіндіріп жібересіз, бір отырып нетейік. Сосын мынандай тақырып, егер 2-3 тақырыпты біріктіріп, мен уақытын таңдаймын, мынасы уақыт ыңғайлы ма, сізге екеумізге ыңғайлы уақыт таңдап, осылай зумда кездесіп, тек жеке талдаймыз сол тақырыпты, соған байлы сөйлем құрастырамыз, сөйлесеміз. Сосын досып шексіз мұнда, досып 1 жыл, випта шексіз, мұнда досып 1 жыл, осыншама сабақ, арасында тест бар. Тест бойынша білімдеріңізді бір тексеріп алуға болады. Соң жағында бонус материалдар, кстати, кеше кітап туралы сұрадыңыздар ғой, қандай кітап? Мынаның ішінде деңгей бойынша, мысалы 1-ші, 2-ші деңгейде осыны шығарып алады да студенттер, үстіне жазады аудармасын. Міне, неше түрлі кітаптар толып жатыр, барлығы бастапқы деген. Мен кейбірін неде талдаған мектепте көрген болсаңыздар. Толып жатыр енді ішінде. Кейде жаңартып, үстіне тағы қосып отырамын. Деңгей бойынша, одан кейін жоғарақ деңгей, солай. Сосын Каспида қазір 12 айлық болып жатыр, олар 19 наурызға дейін. Сондықтан 12 айға бөліп төлеуге болады. Мен мұнда бірден
12 айға бөлгенде қанша шығатынын жазып қойғам. Өте тұрарлық баға, даже көбірекке тұратындай баға менде курсты бітіргендер айтады. Ох, қанша қойсаңыз да мен алатын едім деп. Өйткені менде қазір курсқа қатысып жатқандар сондай күн сайын алғысын аламын ол кісілерден, күн сайын. Менде бар кішкентай оқушыда, студентте, мұғалімдер, ағылшын тілі сабақ беретін, шетелдік компанияда жұмыс жасайтын адамдар, шетелде жұмыс жасап жатқан кісілер, шетелде оқып жатқан кісілер, университеттің үлкен профессорлары, неше әртүрлі адамдар, және әртүрлі адамдар болғанымен де өте қызық, сондай әртүрлі тәжірибе алмасу, және спикингта кездескен кезде де біз жақынырақ танысамыз, сөйлесеміз. Ертең IELTS туралы сөйлесеміз, сосын грамматика туралы жаңа айтсың, грамматика туралы сөйлесейікші деп, грамматика туралы сөйлесеміз, басқа күнді бір таңдаймыз. Мен мұнда чатқа жазамын, сол үшін чатқа шықпай отырсаңыздар да болады. Инстаграмға да жариялаймын, ютубқа да жариялап отыруға тырысамын. Сонымен рахмет, тағы да бүгінгі сілтемені жіберемін қазір платформаны. Практика жасай беріңіздер, ағылшындарын дамыта беріңіздер. Сұрақтарыңыз болса менен сұрай беріңіздер. Рахмет, Бақтәулет, саған көп рахмет. Вау, прям күшті, мені таңғалдырдың, және сондай сюрприз болды расымен. Қуаныштымын сені қайта дауысыңды естігеніме, сондай қуаныштымын. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар, келесі кездескенше. Бай. Ертеңге дейін.